Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Біз қазір Елордада орналасқан балалардың қалалық инфекциялық ауруханасындамыз. Бәріңізге белгілі, кешегі менингиттің жұқпалы түрімен науқастанған жас бүлдіршін осы ауруханаға келіп жатқызылған болатын. Қазір ол мұнда реанимация бөлімінде жатыр. Баланың қазіргі жай күйі қалай, бұл аурудың туу себептері неден, қалай қорғану қажет, белгілері қандай, осы туралы біршама мамандардан мәлімет алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ауыр түрде кеше реанимация бөлімшесіне түсті. Бүгінгі күні біздің кішкентай науқасымыздың жағдайы ауыр, бірақ тұрғылықты кешегіден жағдайы нашар емес, ем-домын жақсы алып жатыр. Біздің беріп жатқан емімізге беріп жатқан нәтижесі баланың жаман емес. Үштік белгісі дейміз, осы қатты қызуының көтерілуі, қайта-қайта тамақ ішкен сайын құса беру, басының қатты ауыру. Міне осындай үштік белгі болған жағдайда міндетті түрде біз дәрігерлер кез келген ауруханаға келіп түсіп жатқан қаралған науқастардың барлығын менингит ауруына тексереміз. Жедел түрде басталатын ауру. 3 жыл, 5 жыл, кейде 7 жылдың арасында қайталанып отыру мүмкін, эпидсезон сияқты. Біз әр қашан балаларды реанимация бөліміне жатқызамыз бірінші күні түскенде. Міндетті түрде. Себебі менингит, сіз білесіздер, менингит деген мидың жұқа қабығының қабынуы. Мида болған процесс жеңіл түрде деп кім айта алады? Сондықтан егер дер кезінде қаралып, дер кезінде уақытымен диагноз қойылып, дер кезінде жаңағы қажетті зерттеулер жүргізіліп, емдеу шаралары жүргізілсе, бізге нәтижесі жақсы. Бізде барлық келіп жатқан балалардың қаралуы, емделуі, барлық жүргізілетін біздің тексеру шараларымыздың барлығы ақысыз. Көпшілік баратын жерге бармаңыздар, балаларды көбінесе торговый центрларға барып ойнататын жерлерге ойнатады. Көпшілік бар жерге, бұндай жерге кішкене бармай тұрған дұрыс, өйткені ауа тамшылары арқылы тарайтын жұқпа болғандықтан бұл кезде кішкене жеке күтімде болып, жеке дара демалған дұрыс шығар.